Нұр-Сұлтан төңірегінде бұл негізі бірінші рет осындай атпен серуендейтін ашылып тұр. Негізі ұлттық мынау өзіміздің жылқыларды көрсетіп, серуендеп, экотуризм, сол жаңа шетелден келген азаматтарға бұл жерде жаңағы өзіміздің ұлттық үйлеріміз бар, соның ішінде аспаптар, бүкіл нелер бар. Жаңағы кісілерге туризм ретінде жаңағындай бағдарлама нелер айтып беріп тұрамыз. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы 2021 жылы осы уақытта жалпы ұзындығы 13 шақырымды құрайтын атқа арналған соқпақ жолдың құрылыс жұмыстарын толығымен аяқтады. Қазіргі уақытта пайдалануға толықтай дайын. Қала қонақтары мен қала тұрғындарының қауіпсіз демалысы үшін бұл жобада барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Атап өтетін болсақ, келушілерге арналған автотұрақ, 5 демалыс аймағы, модульді әжетханалар, барлық тараптан бейне бақылаулар жобада қарастырылған. Бүгін келдік семьямызбен демалуға, ат серуендейтін жерге. Өте күшті, өте әдемі, ұнады бізге. Үлкен рахмет осындай қала тұрғындарға күшті мүмкіндік істегендеріңізге.